لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Мина мен Арафат аралығындағы жер Муздалифа деп аталады. Күнді Арафада батырған қажылар кейіннен Муздалифа аңғарына қарай жылжиды. Бұл жерде 4-5 миллион адамның бір күннің ішінде Арафатқа барып, одан Муздалифаға келуіне қарап, Сауд Арабиясы үкіметінің ұйымдастырушылығына қайран қаласың. Бұл да Алланың құдіретінің бірі болса керек. Муздалифаға жеткенде ақшам және құттан намаздары қысқартылған түрде бірге өтеледі. Бұл жерде қажылар тынығып, ұйықтағаннан басқа көп құлшылық атқармайды. Өйткені адам ата мен Хауа анамыз бір-бірімен табысқаннан кейін осы жерге келіп түнеген көрінеді. Дәл осы орынға кейіннен Мәшғарул Харам деп аталатын үлкен мешіт салынған. Қажылар Құранда бұйырылған осы орынға келіп түнеп қайтатын рәсім атқарады. Бұл жерде түнеу міндетті емес. Бір мезет болса да жеткілікті. Қажылар осы жерден шайтанға лақтыратын тас жинайды. Минаға келіп орналасқан қажыларымыз сол күні шайтанға тас атуға барады. Ибрахим алейхиссалам өзінен кейін халықты тура жолға бастайтын ізгі ұрпақ сұрап, көп жыл бойы Аллах тағалаға жалбарынғанда. Бұл тілек әбден қартайып, ұрпақ сүюден үміті үзілген қарттық шағында қабыл болады. Күндердің бірінде пайғамбар Ибрахим алейхиссалам түсінде баласын құрбандыққа шалғалы жатқанын көреді. Белгінің жаратушыдан келгеніне көзі жеткен пайғамбар бұл белгіні орындауға бекемденді. Не де болса нар тәуекел. Аллахтың берген жаны Аллахқа аманат. Осы бір ауыр сәтті пайдаланған Иблис Ибрахимнің көкейіне күпірлі ой салып, бауыр етің балаңды құрбандыққа қалай қиярсың деп азғырады. Аллахтың досы атанған Ибрахим алейхиссалам шайтанға лағнет айтып тас лақтырады. Аллахтың әмірін пайғамбарымыз алейхиссалам баласына жеткізгенде, баласы әкесінің ойын бірден түсінді. Жүзіне тесіле қараған күйі: «Әкетай, еш тартынба. Хақ тағаланың бұйрығын не болса да орында. Менде сабырлық, шыдамдылық танытамын. Тәуекел ет», деді қасқая. Аллах тағаланың әміріне бекінген Ибрахим алейхиссалам пышағын қайрап, баласының алдында көз жасы парлайды. Нар тәуекелге бекініп, пышағын алқымға келіп, тартып қалғанда пышақ өтпейді. Сол кезде Аллах тағала тарапынан Жәбірейіл періште көктен қошқар түсірді. Аллах тағала өзінің құлы Ибрахимге: «Әй Ибрахим, сен көрген түсіңе адалдық таныттың, міндетіңді орындадың. Исмайылдың орнына құрбандық ретінде шаларсың деп қошқар түсірдім», деді. Міне, сол уақиғадан кейін пайғамбарымыздың жолын жалғастырып, шайтанға тас лақтырып құрбандық шалады. Аллах тағалаға құлшылық етушілер айттың бірінші күні Жәмратул Ақаба деп аталатын үлкен діңгекке 7 тас лақтырады. Тастың көлемі жер жаңғақтан үлкен болмауы керек.
Екінші күні қажылар кіші деңгекке 7 тас, үшінші күні ортаңғы деңгекке 7 тас, барлығы 21 тас лақтырды. Шайтанға тас лақтырғаннан кейін айттың бірінші күні Минаға барып құрбан шалады. Құрбан шалу пайғамбардың жолы. Құрбандықтың алғашқы күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Минада құрбандық шалған. Қажыларымыздың шалған миллиондаған қойлардың еттерінің бір бөлігін өздеріне қалдырып, қалғанын жақын мемлекеттердегі жағдайы төмен жандарға таратады. Құрбандық шалғаннан кейін қажылар шаштарын толығымен алдырады, немесе қысқартуға да болады. Ал қажы әйелдер шаштарының үшінші саусақтарының елінде қысқартқан абзал. Минадан Меккеге қайтып оралған қажылар тәуәп жасайды. Қажылық кезінде Қағбаны айналу бір сәтке де тоқтамайды. Шартараптан келген қажылар күндіз түні тәуәп жасап, Аллах тағалаға құлшылық жасайды. Қағба тарихта көп деген уақиғаны бастан кешірген. Қағба тарихының қалай басталғаны бір Алла тағаланың өзіне ғана мәлім. Ол жайында бірнеше деректер бар. Соның бірінде Субханалла ең алдымен үй салып, 2000 жылдан кейін жерді жаратты. Сол жерді үйдің астына айналдырып әкелген дейді. Ал келесі бірінде піл уақиғасы жайлы айтылады. Йеменнің Әбраха деген билеушісі Сана қаласында үлкен шіркеу салдырады. Оны алтынмен аптап, күміспен қаптаса да, жұрт келіп тек көріп тамашалағаннан кейін шығып кете беретін. Халық Меккеге ағылуын қоймайды. Бұған ызаланған Әбраха Қағбаны қирату мақсатымен әскер жиып Меккеге бет алды. Әскерлер Меккеге кірер-кірместен пайғамбардың атасы Әбдүмәтәліптің 200 түйесін алып қояды. Ол кезде Әбдүмәтәліп Құрайш тайпасының басшысы еді. Әбдүмәтәліп Әбрахаға келіп, түйелерін қайтарып беруін сұрайды. Сонда Әбраха кекесінді түрде: "Мен ата-бабаңнан мирас болып келе жатқан